Кайырлы күн достар. Сывороткадан сары судан жасалатын ажурный тонкий блинчики жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек ингредиенттер. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты саламыз, тұз салып жақсылап араластырып аламыз. Келесі сұйық майды құйып араластырамыз. Сыворотканың 1/3 бөлігін құямыз. Сыворотканың орнына сүт қолдансаңыздар да болады. Немесе айран. Оның барлығын салып араластырамыз. Енді қалған сыворотканы аз мөлшерде құйып отырып араластырып аламыз. Сонда бізде ешқандай түйіршіктер болмайды. Енді табаны қыздырып, үлкен отта бірінші бір май жағып аламыз. Ең алдымен көріп тұрғандарыңыздай ожауды толтырмай құйып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай пісер алдында шеті сарғая бастайды. Сол кезде ақырындап аударамыз. Екі-үш минуттан пісіріп аламыз. Екі жағында 2-3 минуттан пісіреміз. Через одну май жағып тұрған дұрыс, жабысып қалмас үшін. Осылай барлығын кезекпен пісіріп аламыз. Біздің блинымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, подпискаға тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңға дейін көргендеріңізге рахмет.